Әр күніңізді соңғы күн деп ойлаңыз. Киуанирегиздің қоштасу сөзі. Менің артымда тұрған адамдарды көрдіңіз бе? Бәрі алысып, арпалысып, жұмысқа асығып барады. Ештеңе назар салуға уақыты жоқ. Кейде күнделікті күйбең тірлікке тұсалып қалатынымыз сонша, бір минут тоқтап, өмірдің ғажабын көруге уақыт болмай жатады. Тура зомби сияқты өмір сүреміз. Басты көтеріп, құлақтан құлаққапты алып тастаңыз. Танымайтын жүргіншіге амандасыңыз. Не көңіл күйі болмай тұрған адамды құшақтаңыз. Біреуге көмектесіңіз. Бүгін сіздің соңғы күніңіз сияқты өткізіңіз. Бірнеше жыл бұрын қатты күйзеліске түстім. Мұны ел біле бермейді. Ешкімге тіс жарып айтқан емеспін. Күйзелісті жеңетін өзіндік тәсіл табуым керек болды. Сонда түсінгенім, маған бақытты болуға рұқсат етпеген адам өзім екенмін. Жер бетінде жүрген әр күніміз құны жоқ байлық. Осы нәрсеге лайықты түрде құрмет көрсетейік. Ертеңнің болатыны, болмайтыны белгісіз. Бүгін өмір сүріп басталық. Осы сөзбен бөлісіп, тым құрымағанда мереке күндері жер бетінде мейірім сәл де болса үдесін деп тілелік. Қош болыңыздар.